Мариупольде болған артиллерияға қатысты әскери қылмыс деп бағалау керек. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы басшысының орынбасары Джеффри Фелтман хабарлаған. Оның айтуынша, мұндай қылмыс жасағандар жауапкершілікке тартылуы тиіс. Ал Күрдістан әскерилері мен халықаралық коалиция Кобани қаласын исламшыл радикалдық топтан азат етті. Осыған орай мыңдаған күрдтер Диярбакыр қаласында бейбіт шеруін өткізді. Толығырақ шетел жаңалықтарында. Мариуполь тұрғындары зардап шеккен үйлерді қайта қалпына келтіруде. Естеріңізге салсақ, град ракеталарының атыс салдарынан 30 адам қайтыс болып, 100-ден аса азамат жарақат алған. Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары көшелерді күзетіп, еріктілер командалары гуманитарлық көмек көрсетіп жатыр. Киев Ресей әскери күштерін кінәласа, сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл атысқа Донецк және Луганск аймақтарының басшыларымен ашық диалог өткізбеуінен себеп болып отыр дейді. Сондай-ақ Украинаның қауіпсіздік және қорғаныс кеңесі Ресей артиллериясының белсенділігі артқаны туралы хабарлады. Қазір Украина әскерилері Дебальцево аймағын бақылауға алды. Сонымен қатар Ростов-на-Дону қаласына Ил-76 көлік ұшақтары қонып, оккупацияға алынған Қырым маңында әскери әрекеттер байқалуда. Күрдістан әскерилері исламшыл содырларды Кобани қаласынан кері шегіндірді. Осыған орай Түрік қаласы Диярбакырда мыңдаған күрд бейбіт шеруге шыққан. Айта кетсек, исламшылдардың стратегиялық аймағы үшін Түркия мен Сирия шекарасында орналасқан Кобанидегі соғыс 4 айға жалғасты. Ондағанның жергілікті тұрғын көршілес мемлекеттерге қашуға мәжбүр болған. Бұған дейін Анкара билігі Вашингтонға инжерлік әуе базасын қолдануға рұқсат беріп, ақш үкіметіне біріктірілген стратегия жүргізуге ұсынған еді. Белоруссия әскери заңға кез келген шетелдік әскери топтарының территорияға енуі агрессия ретінде танылатыны туралы өзгеріс енгізді. Кейбір сарапшылардың айтуынша, мемлекет басшысы Александр Лукашенко Мәскеуге Қырым аннексиясы қайталанбауы жөнінде ескерткен. Сонымен қатар жаңа заңға сәйкес мемлекетке қарсы қару қолданған жағдайда үкімет ресми түрде соғыс жариялайды. Айта кететін жайт, Ресейдің Қырымға әскери бөлімдерін жіберуі өз одақтастарын біршама алаңдатқан болатын. Нұрбек Хасен, Зарина Файзуллина, Қазақ Ньюс.